Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз кезекті айнымалы электр тоғы. Жалпы есімізге түсіріп өтейік, электр тоғы дегеніміз не? Электр тоғы дегеніміз зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. Электр тоғы жалпы екіге бөлінеді, тұрақты электр тоғы және айнымалы электр тоғы болып бөлінеді. Тұрақты электр тоғы дегеніміз бұл уақыт өтуіне қарай өзінің бағытында, шамасында өзгертпейтін тоқ. Ал айнымалы электр тоғы дегеніміз уақыт өтуіне қарай өзінің шамасында, бағытында өзгертіп отыратын электр тоғы. Мына графикке қарайтын болсаңыздар, бұл электр тоғының синусоидалы бейнеленуі. Яғни айнымалы тоқ бізде синусоида бойынша тербеледі. Және өздеріңіз көріп тұрғандай, электронның траекториясы уақыт өтуіне қарай өзінің бағытында, шамасында өзгертіп отыр. Енді айнымалы тоқты түрлі шамалар сипаттайды, соларға тоқтала кетейік. Бұлар амплитуда, электр қозғаушы күштің лездік мәні, период, жиілік, бастапқы фаза, бастапқы жиілік және фаза болып бөлінеді. Енді құрметті оқытушылар, осындай бейне сабақтың сіздерге үлгісін ұсынып отырмын. Бұл бейне сабақты мен Bandicam қосымшасында жасадым. Яғни Bandicam қосымшасы бұл өте тиімді қосымша бағдарлама. Бұл бағдарламаның көмегімен біз осындай түрлі студенттерге қызықты болатын бейне сабақтарды жасай аламыз. Енді Bandicam бағдарламасын біз интернет желісінен Bandicam скачать деп басатын болсақ, бізге міне поисковиктен түрлі сілтемелер шығады. Соны bandicam.com сайтына өтеміз. Осыған өтетін болсақ, Bandicam негізгі сайтынан скачать етуге болады. Тегін. Осы жерден скачать батырмасын басып, Bandicamды өзіміздің компьютерімізге орнатып аламыз. Орнатқаннан кейін оның бізде значогы мына үлгіде болады. Осы үлгіні басамыз, сол кезде да деп бассақ, бізге Bandicamның негізгі терезесі шығады. Бұл терезенің негізгі тетіктері, яғни біз экранымыздың записін қарап отырсаңыздар, толық экранды жаза аламыз және курсордың бағытын жаза аламыз және өзіміз таңдап берген бір белгілі тікбұрыш алаңды жаза аламыз. Және веб-камерамызды да өзіміз реттей аламыз. Мысалы, мен қарап тұрсаңыздар, қазір веб-камерамда артқы жағында ешқандай артық фон жоқ. Яғни балалардың көздерін алаңдатпау үшін осындай артық фонды алып тастаған ыңғайлы. Бұны алып тастау үшін веб-камераның тетігін басып, хромакей деген жерге птичка қойып кетеміз. Яғни бұл үшін біз біркелкі фонда отырмыз керек. Яғни білеміз, жасыл және көк түстер бізде тез алынып тасталынады. Сондықтан жағдай болып жатса, арттарыңызға жасыл материал немесе көк материалды іліп қойып, сол жерде отырсаңыздар және расширенные дегенді басып, мына жерден выбрать демізде жасыл түсті таңдап аламыз. Және мына батырмаларын ақырын реттеу арқылы біз өзіміздің бейнемізді ретке келтіріп аламыз. Және біз өзіміздің веб-камерамыздағы бейнемізді мына батырмалар арқылы орналастыруымызға болады. Яғни бұл сол жақтағы жоғарғы қабатта, оң жақтағы жоғарғы қабат, сол жақтағы төменгі және оң жақтағы төменгі және ортаға орналастыра аламыз. Және мына жерден наложение дегенді батырмасын ары-бері жылжыту арқылы өзіміздің бейнемізді үлкейтіп немесе кішірейте аламыз. Окей батырмасын басып, өзіміздің сақтауымызды сақтап қоямыз. Сонымен қатар логотип бейнемізге, бейне сабағымызға логотип жасауымызға болады. Яғни біз политехта істегендіктен өзіміздің политехіміздің логотипін қоюға болады. Яғни мына жерден басамыз және осы жерден керекті суретімізді таңдап алып, открыть деп басып, логотипті қоюға болады. Және сонымен қатар мышкамыздың да курсорын реттеуге болады. Яғни менің қазіргі курсорым светі фиолетовый түсті таңдап тұрмын, күлгін түсті. Яғни осы жерден біз өзіміздің курсорымыздың түсін таңдай аламыз. Және батырманың оң жағын басқанда көк түс жанатындай, батырманың сол жағын басқанда қызыл түс жанатындай анықтап та қоюға болады. Жалпы осы Bandicam бағдарламасы бойынша айтылатын
және қазір менде Bandicam бағдарламасында запись жүріп жатыр. Bandicam тегін скачать еткендіктен біз бұның бейне жазбасы 10 минутқа созылады, ал одан артыққа бармай автоматты түрде өшіп қалады. Сондықтан сабағыңызды 10 минутқа ақшаңдап дайындауыңыз керек. Және бір айтары, бұл Bandicamда бірден бейне жазба сақталады. Яғни мына стоп батырмасын басатын болсақ, бірден бейне жазбамыз сол Bandicamның видео дегеннен мына жерге сақталады. Қазір басылмай тұр. Осы жерге сақталады, және соны студенттерге бірден жібере беруге болады. Бұл бейне жазба арқылы мен сіздерге Bandicamның оңай бейне сабақтар жасауға болатындығын көрсеткім келді. Назарларыңызға рахмет. Сіздерден бейне сабақ жасауды күтеміз.